Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді мампар жасаймыз. Барлық асханаларда осы рецепт қолданылады. Ең алдымен мампарға керек барлық заттарымызды осылай дайындап аламыз. Сосын барлық көкөністерді осылай ұсақ етіп тураймыз. Осындай ұсақ болып туралса ғана мампарымыз өте дәмді болады. Ең алдымен қазанға 2 шөміш майды құйып қыздырып аламыз. Сосын дайындап алған көкөністерімізді және де етімізді ақырындап салып, жақсылап қуырамыз. Қуырып алған көкөністерімізді осылай бөлектеп сүзіп аламыз. Одан кейін томатты және де тағы да басқа дәмдеуіштерді қазанға аз ғана майға салып араластырамыз. Одан кейін сүзіп алған көкөністерімізді қосып, бәрін бірге жақсылап қуырамыз. Араластырып алғаннан кейін қазанға 2 қасық куриный бульон, сосын 2 қасық кристалл, одан кейін 1 қасық тұзды салып араластырамыз. Осылай сорпамыз қайнағаннан кейін аз мөлшерде уксус саламыз және де аз мөлшерде соевый соус салып араластырамыз. Одан кейін сорпаның өзін қалдырамыз, 5-10 минуттай қайнайды. Сорпаның қайнау барысында осындай нанымызды пілтелеп, едеп алғаннан кейін мампардың тестасына сәйкес келетіндей етіп дайындап аламыз. Дайындап алған қамырымызды осылай кішкентай бөлшектерге бөліп сорпаға тастаймыз.
сорпаға салынған тестаның пісуі үшін тағы да 5-10 минуттай күтеміз. Одан кейін үстіне жаңағы дайындап алған көк пиязымызды саламыз. Бүгінгі жасаған мампарымыз дайын болды. Сіздерге бөліскен ингредиенттер бойынша 2 порция мампар шығады. Мампардың дәмі сондай керемет болған, сіздерде үйде міндетті түрде жасап көріңіздер.